Уа Мұхаммед, саған түскен Құранға һәм өзінен бұрын түскен иләһи кітаптарға сенеміз деп көл көрсететіндерді көрдің бе? Міне солар араларындағы дау-дамайды шешу үшін тағутқа, шайтанға, жалған құдайларға, ел-жұртты Алланың ақ жолынан тайдырушы зұлым күштерге жүгінгісі келеді. Әйтсе де оларға одан сырт айналу, оны мойындамау бұйырылған еді. Ал шайтан болса, оларды әбден азғырып, хақ жолдан біржолата тайдырғысы келеді. Егер оларға кәне келіңдер, Алла түсірген Құранның және Алла елшісінің билігіне жүгініңдер делінсе, ол екіжүзділердің өзінен одан сайын безгенін көресің. Ал егер Құранға да өзіне де жүгінбей, өз бетінше әрекет етіп, соңынан өз қолдарымен істеген күнә қателіктерін жазасы ретінде бастарына қандай да бір бәле келсе, қалай ғана дәті барып түк болмағандай алдыңа келіп, Алланың атымен ант ішіп, расында біз тек жақсылық жасауды һәм адамдарды жарастырып табыстыруды қалаған едік деп айтады. Алла олардың жүрегінде, көкірегінде не бар екенін жақсы біледі. Ендеше олардың жағымсыз қылықтарына көңіл аударма, тек салиқалы насихат айт, һәм оларға қатты әсер ететін, өздерінің қандай екенін танытып жетесіне жеткізетін әсерлі сөздер айт. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар. Егер олар күнәға бату арқылы өз-өздеріне қиянат жасаған кезде алдыңа келіп Алладан кешірім тілесе, сондай-ақ Алла елшісі де олар үшін кешірім тілесе, олар Алланың тәуәп тәубелерді қабыл етуші әрі рахим, өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді екенін сөзсіз көрер еді. Жоқ, Раббының атымен ант етейін, олар өз араларында туындаған дау-дамайды оңтайлы шешу үшін сенің бейілігіңе жүгініп, әрі шығарған үкіміңе іштей де болса наразылық танытпастан, өзіңе толық бойұсынбайынша иман келтірген болып саналмайды. Егер оларға күнәларынан арылу үшін майданға аттанып, Алла жолында бастарында өлімге тігіңдер, немесе атамекендеріңді тастап шығыңдар, хақ жолында қоныс аударыңдар деп бұйыратын болса, олардың арасынан ат төбеліндей аз ғана адамнан басқасы мұны орындамас еді. Егер олар өздеріне айтылған уағыз насихат бойынша жүріп тұрғандарында өздері үшін хайырлы һәм имандары да әлдеқайда берік болар еді. Біз де өз тарапымыздан оларды орасан зор сый-сияпатқа бөлер едік, һәм тура жолға салар едік. Кімде-кім Аллаға және Расулына тиісінше мойынсұнса, міне солар пейіште Алланың шексіз нығметіне бөленген пайғамбарлармен, пайғамбарлардың ең жақсы достары, сыддықтармен, шейіттермен және сенімі, ниеті, ойы, сөзі һәм іс-әрекеті түзу болған ізгі жандармен бірге болады. Олар қандай керемет жолдастар десеңші. Бұл Алланың шексіз шарапаты. Оған кімнің лайық екенін, лайық болған жандардың қадір-қасиетін Алланың білгені әбден жеткілікті. Уайыман келтіргендер, дұшпанға қарсы сақтықтың барлық шараларын жасап, өте сақ болыңдар. Жорыққа жағдайға қарай кішігірім жасақтарға бөлініп немесе жаппай аттаныңдар. Араларында жорыққа шығуға мүлдем асықпайтындардың бары анық. Егер жорықта жүріп, бастарыңа қандай да бір жамандық келсе, онда екіжүзділер Алла жарылқап олармен бірге болмағаным қандай жақсы болды дейді. Ал егер сендерге Алланың шарапаты тиіп, жеңіске жетіп, олжаға кенелсеңдер, бұрын сонда араларында таныстық болмағандай, сендермен бірге өмір сүрмегендей, соның салдарынан сендермен бірге жорыққа шыға алмай қалғандай, шіркін, мен де солармен бірге болып жеңіске жетіп, мол олжаға кенелгенімде ғой, деп аһ ұрады. Ендеше дүниенің фәни тіршілігін қиып, ақыретті сатып алғандар, яғни дүниенің қу тіршілігін ақыреттің мәңгілік тіршілігіне айырбастағандар
дін үшін, ақиқат үшін, адамзат үшін, отан үшін, ел үшін алла жолында соғыссын. Кім алла жолында соғысып, жау қолынан қаза тауып, шейіт болса, немесе жеңіске жетіп, ғази аттанса, қалай болған күнде де біз оны ақыретте зор сый-сияпатқа бөлейміз. Сендерге не көрінген? Жазықсыз жапа шегіп, Раббымыз бізді халқы залым болған мына ауылдан алып шығып құтқара гөр. Өз тарапынан бізге бір қамқоршы жібере гөр. Сондай-ақ өз тарапынан бізге қол ұшын берер медеткер жолдай гөр, деп жалбарынған қауқарсыз шарасыз бір қауым ер, әйел һәм бала-шаға үшін алла жолында неге соғыспайсыңдар? Иман келтіргендер алла жолында ақиқат пен әділдік үшін соғысады. Ал күпірлік қылғандар болса, тағуттың, шайтанның, жалған құдайлардың, ел жұртты алланың ақ жолынан қақпайлап, тайдырушы зұлым күштердің жолында соғысады. Ендеше шайтанның жақтастарымен соғысыңдар, біліп қойыңдар, шайтанның айлы шарасы расында тым әлсіз. Оларға, яғни бейбіт күнде алақанға түкіріп, бізге соғысуға қашан рұқсат етіледі деп отырғандарға соғыс отын тұтатпаңдар, намазды кемеліне жеткізіп үзбей, әр уақытылы оқыңдар, зекетті толық беріңдер деп едік. Міне енді соларды көрдің бе? Оларға соғысу парыз етілгенде бір бөлігі адамдардан, дұшпаннан, Алладан қорыққандай, тіпті одан да қатты қорқып, Раббымыз бізге соғысты неліктен парыз қылдың? Оны сәл кешеуілдете тұрсам болмас па еді дейді. Ендеше ондайларға бұл дүниенің қызығы болмашы ғана. Ал ақыретке келсек, ол Аллаға тиісінше тағзым ететін, оған қарсы келіп асы болудан барынша сақтанатын тақуа жандар үшін әлдеқайда қайырлы болмақ. Онда сендерге мысқалдай да әділетсіздік жасалмайды. Әркім өзіне тиесілі сауабын яки жазасын толық алады деп айт. Қай жерде болсандар да, тіпті ең биік, ең берік қамалдардың ішінде болсандар да, немесе көктегі жұлдыздарға барып паналасандар да, өлім сендерге жетеді. Уа Мұхаммед, олар екі жүзділер қандай да бір жақсылыққа кенелсе, бұл Алладан келді дейді. Ал бастарына қандай да бір жамандық келсе, бұл сенің кесірінен дейді. Оларға бәрі де бір Алладан деп айт. Бұл қауымға сөз ұқпайтындай не болған өзі? Уа адам баласы, саған нәсіп болған әрбір жақсылық Алладан, ал басыңа келген әрбір жамандық өзіңнен. Уа Расулым, біз сені адамдарға елші ретінде жібердік. Бұған күнә ретінде бір Алла жеткілікті. Кім Алла елшісіне бағынса, шүбәсіз Аллаға бағынғаны. Ал кім бағынудан бас тартып, одан сырт айналса, уа Расулым, көңіліне алма. Біз сені оларға тәубелерінен төніп, әрдайым бақылап, күзетіп тұратын қорушы етіп жіберген жоқпыз. Екі жүзділер сенің алдыңа келгенде, ләббәй әміріңе құлдық дейді. Ал қасынан былай шыққаннан кейін олардың бір тобы түнделетіп айтқан сөздеріне көрәгар жоспарлар құрады. Алла олардың астарының құрған жоспарларын жазып алуда. Сондықтан оларға олардың ондай құйтырқы қылығына көңіл аударма, кінәлары мен арам ниеттерін беттеріне баспай-ақ қой. Оның орнында бір Аллаға арқа сүйеп тәуекел ет. Алла қамқоршы һәм сенімді өкіл ретінде саған жеткілікті. Олар Құранға терең ой жүгіріп, оны лайықты түрде түсінуге тырыспай ма? Егер ол Алладан басқа біреуден келгенде, онда олар міндетті түрде оның ішінен талай қисшылықтар табар еді.
Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.